Сәлем, қалайсыздар? Бүгін осындай эноки саңырауқұлағын сатып алдым. Қызымның тапсырысы бойынша қызым корей тағамдарын өте қатты сүйсініп жейді, сушиді барлығын. Мен тек қана доширак жақсы көремін. Осылай бөлшектерге бөліп, оны жуамыз, жуғаннан кейін кептіріп, осылай қызып тұрған табаға майды құямыздағы жаңағы саңырауқұлақтарымызды тізіп шығамыз барлығын. Оның асты қызарып пісуге осылай барлығын аударып шығамыз. Көрдіңіздер ма, қалай күшті боп, андай алтын түстес боп қызарған. Келесі бетін піскеннен кейін оны салып алып, сосын чесногымызды саламыз. Чесногымыздың иісі шыққаннан кейін, уже қызарып піскеннен кейін, жаңағы эноки саңырауқұлақтарымызды саламыз. Барлығын осылай реттеп салып алғаннан кейін бізге томат пастасы керек. Қызанақ пастасын осылай салып, одан кейін кетчупымызды саламыз. Мен барлығын көз мөлшерінде істедім, сіздер де солай істесеңіздер болады. Одан кейін бізде соевый соусты құйып барлығын араластырып аламыз. Сосын сіздер қызыл бұрышпен қантты ұмытпаңыздар. Мен видеоға салуға ұмытып кетіппін. Енді дәмін көрейік. Дәмі енді на любителя. Мен корей тамақтарын жақсы көрмегеннен маған қатты аса өткен жоқ. Достар, енді комментарияға жаза кетіңіздер, кімге осындай эноки саңырауқұлақтары ұнайтын. Лайк басуды ұмытпаңыздар.